құрметті қалайық дейміз, енді үлкен кісілер де болып қалуы мүмкін. Құрметті ата-аналар дейміз, құрметті балаларым дейміз. Міне, армысыздар, аман есен бармысыздар. Мына тікелей эфирімізді енді бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың негізі ойын арқылы физиологиялық даму, және оған өте бір тамаша нәрсе қосылып тұр. Әсемдік әлемі деген нәрсе қосылып тұр. Енді оның барлығы бір-бірімен қалай байланысады, не нәрсеге жетелейді, сол жайында бастаймыз. Өте тамаша болды. Енді біз тікелей эфирде жаңағы ойын, оның жаңағы әсері, оған әсер ететін факторлар туралы бәрін айтқанбыз. Енді біз тікелей ары қарай жалғастырып кете береміз. Сондай бір ойындардың бірі футбол. Енді футбол ойынын барлық жастардың бәрі жақсы көреді деп ойлаймын. Бәрекелді Есен. Жарайсың жаным. Рахмет гүліңе. Өте тамаша. Барлығы біледі деп ойлаймын. Өте бәрекелді. Сыйлықтарыңызға подарка тастап жатырсыздар. Крепкий, объятно, Есен, өте жақсы, айналайын. Бақытты болыңыздар. Есен, подаркаларымыз күлі, тамаша. Енді ары қарай сол футболды барлықтарыңыз жақсы көресіздер. Ер балдар болсын, қыз балдар болсын, тіпті әже, кемпір деп айтайын. Мен енді өзімді әже болғанда да кәрімін ғой. Сондықтан кемпір менің өзімде футболды, мынандай спорттық ойындарды әлі күнге жақсы көремін. Сондықтан футболды айтып отырмын. Бір ойындардың бір футбол. Сонда ойыма мынандай нәрсеге отыр. Футбол ойнап келеміз, шынығады денеміз. Футбол деген қызық қой, қуалап топ тебеміз. Оң жаққа, сол жаққа, оң жаққа, сол жаққа, топ ұшады жан жаққа. Міне қайталаймын. Футбол ойнап келеміз, шынығады денеміз. Футбол деген қызық қой, қуалап топ тебеміз. Оң жаққа, сол жаққа, оң жаққа, сол жаққа, доп ұшады жан жаққа. Өздеріңіз білесіздер, футбол ойнағанда әбден не қылады? Ұшады доп жан жаққа. Бәрекелді, розаларыңызға, Есен жаным, подаркіңе айналайын. Тамаша, рахмет. Алладан қайтсын, жақсы көргенің жақсылық болсын дейміз. Міне осылай допты ойнағанда өзіңіз футбол алаңында көріп жүрсіздер. Доптың ұшпайтын жағы жоқ, екі жаққа жан таласып жүгірген кезде допты жаңағы қарсыластар оңға да солға да ала жүгіретіні соғысы жайлы айтылып жатырмыз. Немесе мен бір осындай күндізгі мезгілге әдейі қойып отырмын. Бізде ауылда көп жағдайда мынаған ыңғай келмей, дауыс естілмей қалады. Сондықтан мен жасырынбақ деген ойынды тез оқып берейін. Жасырынбақ ойынында қандай болатын. Сосын ары қарай әнімізді, сәнімізді бәрін жалғастыратын боламыз. Жарай ма? Енді жасырынбақ ойыны. Жасырынбақ ойыны өзінше бір шытырманға толы өте қызық ойын. Әлгі көзін жұмған баланың белгілі уақыттан кейін жасырынғандарды аңшы сияқты өте сақтықпен іздеуі, жан жағына тез көз жүгіртіп, бірінші біреудің атын атап, орнына қайта жүгіруі, тағы қайда кім болуы мүмкін деп ойлауы, өте жылдам қайта орнына үлгеруіне деген дайын тұруы, оның бәрін жасырынып отырған сенің де көруің, оның аңғал тұстарын аңдуың, окопта жатып, орнынан атып тұрып, әрекет жасауға ұмтылған жауынгер сияқтысың дейді. Әсіресе кешке қараңғылықта, есіктің алдында тігулі тұрған қараша үйді айналып ойнағанды айтсаңшы. Қараша үйді, біздің кезімізді айтып отырмын ғой мен. Бізде қараша үйді айналып ойнайтын, соны айтып жатырмын, өзімнің кезімді жазғамын. Ойнағанды айтсаңшы.
көзін жұмған бала алдап қараша үйді айналып келесі бетінен зып беремін деп жоспарласаң, ол да шаққар, еш мүмкіндік бермейді. Тіпті амалың таусылғанда тәуекел етіп, зу етіп келгеніңде, әлгі шаққар бала қайдан үлгеріп келгені белгісіз қарсы алдыңнан шыға келгенде, қарсыласпен бет-бе-бет келгендей бір-біріңе соқтығысып барып тоқтап, бар болмысыңмен күліп мәз боласың, дейді. Міне осындай ойында айтуға болады. Біз өйткені біз мынау ойынымыз солай болатын. Жазды күні біз қараша үй есігіміздің алдында тігіліп тұрады. Сонда осындай жасырынбақ ойындарын ойнайтынбыз. Осы жасырынбақ ойын туралы айтып жатырмын. Міне осы басқаларды білмеймін. Ал біздің үйде ойын арқылы физиологиялық дамумен қатар, ойын арқылы физиологиялық дамумен қатар, жаңағы жасырынбақ ойынында айтылғандай қараша үйді айналып ойнау керемет әдемілікке, әсемдікке сүйсіндіретін біздің кезімізде, жанның рахатына бөлейтін. Ол жайлы ары қарай айтармыз. Мен қазір сіздерді тағы да бір осы әнді айтқым келіп отыр. Мына осы сіздерге әсемдік, әлем, сұлулық, ойын туралы айтқан кезде менің де бір жаным рахатқа бөленеді. Өйткені сол кезде ойнаған ойындарым, сол кезде көрген өзімніңше көрген әсемдік әлемім, көрген тамашаларым бәрі ойыма түсіп, бір ешнәрсе қарамай бір айқайлап бір соны бәріне паш етіп айтқым келеді. Мен енді қартайған кезде жастық шақ ойға түседі ғой. Сондай кезде сондай болатыным бар. Соған байланысты айтып көрейін. Былай деп айтқым келіп тұр. Шіркін-ай жастық шақ, жайқалған жасыл бақ, алда көп арманы дары, көңілі елпілдеп, жүрегім лүпілдеп, аңсайды сол күндәлі жастықтың көп ойлары. Аңсайды сол күндәлі жастықтың көп ойлары. Шіркін-ай жастық шақ, жайқалған жасыл бақ, алда көп арманы дары, көңілі елпілдеп, жүрегім үлпілдеп, аңсайды сол күндәлі жастықтың көп ойлары. Аңсайды сол күндәлі жастықтың көп ойлары деп ностальгия жасап, шамалы шегініс жасап алдық. Енді ары қарай ол сіздер аң-таң қалып отқан шығарсыздар. Әжемді ойландырып отқан, толғандырып отқан қандай әсемдік жасырынбаққа, ол әсемдікті қандай қайдан келген әсемдік жасырынбақ ойыны кезінде деп сіздер таң қалып отқан боларсыздар. Қымбатты балаларым, қымбатты тыңдармандарым, көрермендерім. Сондықтан мен осыны қандай әсемдік екендігі туралы кішкентай айтып өтейін. Біз жаңа айттым, қараша үйді айналып жасырынбақ ойнайтынбыз деп. Сол кезде ол қайдан келген қара үйде? Ол кезде біздің есіктің алдына тігілетін 90 басты өте үлкен қараша үй болды. Әкем өзі біреуге арнайы істетіп, жылда жаз шыққан кезде есіктің алдына әлгі қараша үйді тігетінбіз. Қараша үйдің айналасында ойнап жүрген кезде, жаңағы жүгіріп айналып ойнап жүрген кезде еріксіз әдемілікке көзің түседі. Түспеуі мүмкін емес ол әдемілікке көзің. Көзіңді тартады олар өйткені. Ол мынадай мәселе, қазіргі жұрт киіз үй деп жатады. Киіз үй дейді. Өйткені қазіргі қараша үйлерге киіз жабылады, немесе
ақ мата жабылады. Сондықтан киіз үй дейді. Ал мен неге мен киіз үй деп қараша үй деп отырмын. Ал біздің кезімізде осындай киіз үй емес, басқа нәрсемен жабылатын болғандықтан бүкіл ауылдың адамдары оны қараша үй деп атайтын. Қараша үй деп. Міне осылай ары қарай жалғастырамыз. Сіздер тыңдай беріңіздер. Ол қараша үй дегенді де білуге болады. Не үшін қараша үй біздікі? Қандай киіз үйден қандай айырмашылығы бар деген сияқты. Өйткені сіздің өміріңізде кездесіп қалуы мүмкін. Сіз де қараша үй алып есіктің алдына тігуіңіз мүмкін. Сондықтан сол қараша үй жайлы да кішкене айтып кетейін мен. Сосын лайктарыңыз жіберіп, тыңдап отырыңыздар. Одан кейін бір жақсы әнге әрине кезек береміз сіздерді. Мен де жалықтырмауға, зеріктірмеуге тырысамын. Сондықтан ары қарай шамалы айтып өтейін. Оның өйткені киіз жабылмайтын себебі біз анамыз қыстай ақ мақтадан жіп береді, ақ жіп береді. Сол ақ жіпті каникул кезінде біздерге өрме қып құрып береді. Біз жазғы 3 ай каникул кезінде біз оны тоқимыз. Ені осындай болады, ені. Содан кейін қариға өлшеп, қырқып алып, оны тігіп, қаридың үстіне соны жабады. Киіз жаппайды деп атқаным сол. Және ана шаңырақтың үстіндегі түңлік деп айтады. Түңлікке де сондай жасап, солымен жабады айналасына да. Және оның ішіндегі керегелері, уықтары қып-қызыл бояумен боялған өте адамды тартады. Сосын жаңағылардың бәріне жаңаға түңлікке жапқанға, жаңа туырлық дейді, уықтарға, керегеге жапқанға да барлықтарына тартпалар жасайды, баулар жасайды. Сосын айналасына қараша үйдің ішіне тұтып қоятын түкті басқұр деген болады. Міне осы тартпалар, баулар, басқұрлар крем сияқты түкті нәрсемен тігіліп, айналасы ішінің бәрін өте әсем қып адамды қызықтырып тұрады. Ал енді шилерін, шиде керегенің сыртынан ши деген нәрсе қоршалады. Сіздер білгендеріңіз дұрыс айналайындар. Ол шиді қалай істейді? Таудан әкеміз шиді алып келеді. Шиді алып келгеннен кейін анамыз жүндерді әртүрлі бояуға бояйды. Міне сіздер ондай көрген жоқсыздар, әлі ондай қараша үйді көрген жоқсыздар. Жаңағы шиді біз сыртын ашып, тазалап, жаңағы әртүрлі жүндермен сыртын ораймыз шиді. Оның барлығы түрлі немен қызыл, көк, жасыл, қандай түс бар бәрімен оралғаннан кейін сондай түсті жүндерменен жаңағы қолдан жасалған ұстанаққа әкеміз жасап берген. Анамыз соған 6 немесе 8 таспен шиді тоқиды. Содан кейін сол шиді жаңағы керегенің сыртынан қоршаған кезде бейне бір сағым сияқты, бейне бір кемпір қосақ сияқты үйдің іші құлпырып кетеді. Жаңа қараша үйдің іші өте тамаша болады. Мен сондай қараша үйді қазір қалаға барғандағы зәулім ғимараттармен салыстыра алмаймын. Ондай қараша үй жоқ қазір. Бірақ біздің кезімізде әкемнің өзі де ептеп қолынан келгесін, анамыздың қолынан келгеннен кейін осындай қараша үй бізде болды. Енді ол соның салқындығын айтыңыз жазды күні. Өте тамаша, бәрі ашып қойып, жан-жағын жауып қойсаңыз да, іргені жаңағы әртүрлі бояумен шимен қаптап қойған іргені ашып қойсаңыз, хан сарайындай қараша үйде шиден соққан салқын самал ауада көздің жауын алатын әсемдікке шомылып, жан рахатын тапқан әрбір қазақ қараша үй құдіретін ұмыта алмайды деп ойлаймын. Мысалы, мен өз басым ешқашан ұмыта алмаймын. Тамаша сондай, керемет. Енді осы әсемдікке, әдемілікке құмар болуымның түп тамыры да осы сонда жатқан шығар деп кейде. Осындай бала кезден осындай рахатты көріп, іші сыртының бәрі бір бөлекше әсемдік әлеміне боялған үйді көріп, қараша үйде өсіп, сондықтан мен әсемдікке құмарлығым осыдан, тамыры осыдан басталған шығар деп ойлаймын. Енді осы әсемдікке байланысты бір әсемдік жайлы ән айтып берейін. Келіңіздер,
тыңдаңыздар. Қазір ары қарай тағы да кішкене пікірлесіп, сосын әнімізге ұластыратын боламыз. Әсемдік жайлы. Сағындым сені, сағымды белдер, көгарай шалғын, қоғалы көледер, жайқалған көгің, жазира далам, алыстан аңсап келемін, айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер, айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер. Жаңылсын айналайын. Көп рахмет жаным. Ары қарай жалғастырамыз. Нұрындай күннің, гүліндей қырдың, сағындым сені, ай, балауса құрбым, жайқалған көгің, жазира далам, алыстан аңсап келемін, айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер. Айналдым елім, аяулым менің, сағындым сені, туған жер. Міне, есен байқап отырған шығарсың, жаңағы мен айтқандай әсемдіктің барлығы осы табиғатта да тұр, жаңағы қараша үйде де тұр, жанның рахаты. Мұны айтып отқан себебімнің екінші бір жағы бар. Мен осы ауылға, осы атамыздың үйіне келін болып түскеннен кейін, қазақтың салты бойынша, біз енді біздің үйімізге есік ашуға барды. Сонда жазда бардық. Сол кезде жазда барғандықтан жаңағы қараша үйге 20 шақты адамға, үлкен 90 басты деген үлкен болады. Сол қараша үйге айналдыра төсек сап берді. Барған кісілге 20 шақты адамға төсек сап берді. Сонда менің сол осы қайтып келгеннен кейін ұзақ уақыт енелерім, қайнағаларым, яғни сол барған кісілер айтып жүрді. Ойпырмай, құда мен құдағайдың өте талғампаз, тамаша қари, оның ішінде матрас, жұп-жұмсақ, қолдан тігілген матрас, және жаңағы простина, жастық қап, аппақ, және аппақпен матамен қаптаған көрпе 20 шақты үйде. Жаңағы әлгі әдемі үйдің ішінде анандай төсек салынған кезде, салқын леппен жатқан кезде еш уақытта ұмыта алмай айтып жүрді. Ата-енеміз, барған кісілердің барлығы. Ойпырмай, құдағайдың да шеберін-ай, анандай көрпе төсекте, анандай тамаша қариде жатқан қандай жанның рахаты деп ұзақ уақыт айтып жүрді. Оның екінші бір жағы, ол кез баяғы заман, әлі халықтың толық мәдениетке, толық жаңағы жағдайлары көтеріле қоймаған кез, ондай простина, матрас, жастық қап, наволочка және қапталған көрпе дегендер көп үйлерде жоқ болатын. Тіпті менің өзімнің келген үйімде өте жақсы алдыңғы қатарлы отбасылардың бірі, бірақ
бірде бір наблышка, бірде бір простыня, бірде бір қапталған көрпе жоқ болатын сол кезде. Сонда менің төсек орныммен бірге қапталған көрпелер, простынялар, наблышкалар, жаңағы жастық қаптар келген кезде енем өте қуанды. Ойбай, мынау не деген тамаша, не деген жақсы нәрсе, не деген адам тазалық, адам жанының рахаты, бұл бір керемет екен ғой, рахмет құдағайыма осындай қылып жасаған деп. Содан кейін барып, осы үйімізде, біздің үйімізде алғашқы менің дүнием келгеннен кейін барып, простыня, жастық қап, көрпе қап, 1,5 жаңағы алып қаптай бастадық. Оған дейін бұл үйде мен көрген емеспін, басқа үйлерді білмеймін, көрген емеспін, бірақ жалпы елде ондай жоқ болатын. Сондықтан бұл да бір жақсы нәрсе деп ойлаймын. Сол көріп келгені де жақсы болды. Мәдениет дегеннің өзін адам біреуден біреу көреді, біреуден біреу қарайды, сөйтіп барып үйренеді ғой. Өте жақсы. Сіздердің тыңдап солай отырғандарыңызға да жаңылсын, ырза болып отырмын. Рахмет. Лайкты жіберіп жатқандарыңызға да рахмет деп алғысымды білдіремін. Енді әдемілік, әсемдік жайлы айттық. Енді тек қана дүниені ғана емес, табиғатқа емес, мен өзім ойлаймын, мынау махаббатта да бір, арасында да бір әсемдік, әдемілік әлемі бар сияқтанады маған. Махаббат екі кісінің. Өздеріңіз де махаббатты бастан кештіңіздер ғой, сіздер де. Ер азаматтар да келіңіздер, сол махаббаттарыңыз жайлы сыр шертейік. Мына экранға жақындаңыздар. Сіздер де мына жерге пікірлеріңізді жазыңыздар махаббат туралы. Сонда мен ойлаймын, махаббат жайлы да тамаша бір әсемдіктер бар махаббаттың арасында да. Соған байланысты мен махаббатпен астасқан әсемдік әлемімен астасқан махаббат жайлы сағынышым менің деген бір әнді айтып көрейік бәріміз. Келіңіздер алдымен мына жерге кіріп, өз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Мен сіздерге сол әнді айтып берейін. Барлығымыз келеміз, пікірлесеміз. Жоқ әлде әсемдікті онша жақсы ұнатпайсыздар ма? Махаббат әсемдікпен байланысқан махаббатта шек жоқ қой. Оны әрбір семьялы адамдар, отбасы болған адамдарда, немесе егер жас болсаңыздар, қазір өздеріңіз қыздарыңыз болса, қыздардың өздеріңіз жүретін жігіттеріңіз болса, оны өте жақсы түсінеді деп ойлаймын сіздерді. Сондықтан келіңіздер, қосылып айтып көрейік. Маған сіздер де қосылып отырыңыздар. Света, жаңылсын, тағы кімдер бар? Барлықтарыңызда маған қосылып отырыңыздар, лайктарыңызды жіберіп отырып, сағынышым менің деп, әр қайсыларыңыз қастарыңызда, жандарыңызда жоқ болса да, сол өздеріңіздің бұрынғы бір сағыныштарыңызды өте келіп жатқан. Света, рахмет, жақсы, шүкір Аллаға. Керемет сөзім ғой дейді. Дұрыс айтасыз. Махаббат деген ең керемет сезім ғой дейді. Ол махаббат өз керемет сезім. Махаббаттың түрі көп дейсіздер. Өте дұрыс айтасың, Света. Енді ол махаббат әсемдікпен байланысып тұрғанда, әсемдікпен астасып тұрғанда, одан да тамаша болады ғой. Соны ата-анаға деген махаббат, әрине отанға деген махаббат. Міне керемет пікір, өте керемет пікір айтып жатсыздар. Рахмет, Света, саған. Жігіт пен қыздың арасында махаббат дейді. Өте жақсы, айналайындар, тамаша. Сол махаббатты жаңағы әсемдікпен ұластырып, әсемдікпен астастырып, бәріміз қосылып айтып көрсек қалай болады? Бола ма, Света? Лайктеріңізді тастап отырыңыздар, сөйтіп отырып айтайық бек. Айтсақ айтайық, жаңылсын. Бола ма айтсақ? Болады ғой, Ал басқа кісілерде енді басқаларыңызда қосыласыздар деп ойлаймын. Әрине болады, ары қарай айтамыз. Сағынышым менің.
Сен жанымда жүрсең, сен жадырап күлсең, еркетайым менің бар арманым сол. Жау таңдаған көзде, сәуле ойнаған кезде, шаттығымды сенен жасыра алмадым. Желбіреген гүлдей, жеке шыққан күндей, сағынышым жайнап тұрша алдымда. Ай, таудан бұлттар асып, жерге жұпар шашып, бал бұлақтар тасып жатқан кезде, қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, еркетайым сені көріп қалдым ба. Ай, ай, қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, еркетайым сені көріп қалдым ба. Қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, Светажан сені көріп қалдым ба. Қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, жаңылсыным сені көріп қалдым ба. Құшағыма кіріп, күле қарап тұрып, қосыл шәнге сол бар жүрек тербеген. Тал жанына барсақ, таңды күтіп алсақ, таңдай аппақ адал тілектерменен. Желбіреген гүлдей, жеке шыққан күндей, сағынышым жайнап тұрша алдымда. Ай, ай, таудан бұлттар асып, жерге жұпар шашып, бал бұлақтар тасып жатқан кезде, қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, еркетайым сені көріп қалдым ба. Ай, ай, қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, Светажан-ау сені көріп қалдым ба. Қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, есен жаным сені көріп қалдым ба. Қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, жаңылсыным сені көріп қалдым ба. Көріп қалдым ба. Ары қарай айтайық. Неге алысқа кеттің, неге көп іздеттің, үмітімді менің мәңгі үзгендей. Сағынышты өмір, қазір шіркін көңіл, көлде аққу қалқып жалғыз жүзгендей. Желбіреген гүлдей, жеке шыққан күндей, сағынышым жайнап тұрша алдымда. Ай, ай, таудан бұлттар асып, жерге жұпар шашып, бал бұлақтар тасып жатқан кезде, қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың,
еркетайым сені көріп қалдым ба. Ай, ай, қырқасынан көрдің, арасынан ұрдың, Света жаным сені көріп қалдым ба. Қырқасынан қырдың, арасынан ұрдың, Света жаным сені көріп қалдым ба. Света жаным сені көріп қалдым ба. Гүлжан жаным сені көріп қалдым ба. Гүлжан қырқасынан қырдың, арасынан ұрдың, Гүлжан жаным сені көріп қалдым ба. Қырқасынан қырдың, арасынан ұрдың, Сәрсен күлім сені көріп қалдым ба. Желбіреген гүлдей, жеке шыққан күндей, Сағынышым жайнап тұршы алдымда. Ай, таудан бұлттар асып, жерге жұпар шашып, Бал-бұлақтар тасып жатқан кезде, Қырқасынан қырдың, арасынан ұрдың, Гүлжан жаным сені көріп қалдым ба. Қырқасынан қырдың, арасынан ұрдың, Барлығыңды жаным көріп қалдым ба. Қырқасынан қырдың, арасынан ұрдың, Тікелей эфирде отырып, барлығыңды көріп мен қалдым ба. Деп, барлықтарыңызға да осындай міне керемет әсемдікпен, әсемдік әлем, табиғаттың әсемдік әлемімен астасқан махаббатты нәсіп етсін деп тілеймін. Көрдіңіздер ғой, қандай тамаша, желбіреген гүлдей, жеке шыққан күндей, Сағынышым жайнап тұршы алдымда. Таудан бұлттар асып, жерге жұпар шашып, Бал-бұлақтар тасып жатқан кезде, Қырқасынан қырдың, арасынан ұрдың, Еркетайым сені көріп қалдым да. Не деген махаббат, не деген әдемілік, не деген әсемдік, не деген керемет сұлулық, астасқан сұлулық, керемет бір нәзік махаббат. Жақсы, осындай көңіл күймен сіздермен жақсы махаббатты тілей отырып, әсем өмірді тілей отырып, қош, сау болыңыздар деп эфирді аяқтағым келеді. Жақсы, амандықта болыңыздар.